Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен тоңазытқышыңызда ұзақ уақыт қалып кеткен тосабыңыздан, яғни вареньяңыздан өте дәмді болып шығатын бәлішті бірге дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға тосабымызды құйып аламыз. Менде стаканның мөлшері 250 мл. Бір шай қасығында ас содасын салып, араластырып аламыз. Бір стакан айран құямыз. Айранда 250 мл. Және де жарты стакан қантымызды саламыз. 2 дана жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Бір келкі болғанша венчиктің көмегімен, не болмаса миксердің көмегімен араластырып аламыз. Қасықтың ұшында ванилин саламыз. Және де 2,5 стакан ұнымызды қосып, венчиктің көмегімен араластырып жібереміз. Вареньяның қандай болғаны маңызды емес, қою сұйықтығына қарай ұнды мөлшерлеп саласыздар. 80 грамм мейіз қосамыз. Мейіз болмаса грек жаңғағын қоссаңыздар да болады. Қалған ұнымызды салып, барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Ұнды бірден салып жібермейміз. Өздеріңіздің тосаптарыңыздың қою сұйық екеніне қарап саласыздар. Духовканы 180 градустық пешке қыздырып қоямыз. Және де диаметрі 24 сантиметрлік формаға пирогымызды салып шығатын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен түзулеп аламыз. Және де алдын ала қыздырылған пешімізде дайын болғанша пісіріп алатын боламыз. Толық суығаннан кейін формадан ажыратып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мінекей ортасы өте пышны болып шықты, және де толықтай пісіп шығады. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде жақындарыңызды қуантыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.